Айналайын туған жерім. Амандысың. Алапам! Жігіттер, ала туғандай көріпті. Бізді қарсы тұрған сияқты. Жа жігіттер, туған жерге жеттік. Енді не ойладым? Мен Алматыда қалам. Оқуын жалғастым. Ауылға барамын. Онда тосып отырған мені ешкім жоқ. Әкеммен жалғыз ағам соғыста өлді. Анам елге қайтыс болды. Мені тосар ешкім жоқ. Сондықтан Алматыда қалып оқуын жалғастырамын. Толқында туғандар, толқында өледі. Толқындар тулаңдар, бізге сол керегі. Ал мен Қараевске Зайсанға барамын. Бауырым мен балықшымын ғой. Ертіс толқында қолым біріксе, аяғым керекті қылмаспын. Солай ма? Тоқташ, бауырым. Бізбен бірге болған қаншама достарымыздан да қаншама қызық көрді. Әттең! Бірақ олар келер ұрпақ үшін, болашақ үшін жан қиды. Мына менде кәрім жан болып оралды. Саспа жігітім, ұста иығыма. Менімен адаспайсың. Сенде аяқ, менде көз. Кет! Тоқташ, тоқташ бол. Әлі қалай жүздесеміз. Тойыма шақырам. Келіңдер. Тойыма шақырам. Келіңдер. Мен осы топқа қосылатын. Жаңа студент едім. Онда түрлетіңіз, қосылыңыз, қосылуға біз дайын. Әкепамыздың қосылуға әзір. Жә, сұреңіз қосылыр солдат студент.
Түбі деген қайшы? Шпре дегеніңіз. Тақау бермейді. Соғыста командир болады дейді. Сол рас па? Рас. Сіз? Мына сіз командир болдыңыз ба? Жоқ, иә болдым. Жоғыңыз қалай? Я болдыңыз қалай? Кіші командир болдым. Көрдік тұр, қыздар, білмеңдер. Бұл ағайдың тізімге алу құрметі бүгін маған бұйырып тұр. Ал, қане, аты жөніңіз кім? Ербол Есен. Соғыста ер болдыңыз ба? Жоқ, жұртқа тап. Бәсе, кеудеңіз сылдырламай. Әлдеңіз Ойнақпын. ойда қыздар. Сүйген қызыңыз бар шығар? Үлгермедім. Соғыс басталды. Қыздар, естіп отырсыңдар ма? Саған бар ма? Бар. Тек қарындашым ұшталмаған. Бұл ағайдың ұшталмаған басқа ештеңесі жоқ па екен, ә? Қанипа не болып кетті сенде? Мен тек қарындаш туралы ғана айттым. Дұрыс түсініңдер. Әй Қанипа, Зайкүл, қалай сонша әурелегендеріңде? Неге әурелемейміз? Әурелейміз. Біз бұларды сағынып, сарғайып күттік емес пе? Қазір лекция басталады. Қалам сиямыз бар ма? Ағайын қарындашы бар. Ұшталмаған! Қыздар, қойсаңдаршы. Ағай, жауды жеңіп, біз сияқты қарындастарының қасында отырсам деп талай армандаған шығар. Ағай, жүріңіз қасыма. Қазбек жазба көмектесейін. Біз де көмектесе аламыз. Солай емес пе, қыздар? Қанипа, ағай, онсыз да қысылып, қиналып тұрған жоқ па? Қойсаңшы. Қысылып, ой! Жарайды онда. Ағайымды алабын. Тек мына дорбасын ұмытпа. Мәссаған. Өзі ап-ауыр ғой. Ішінде не зат бар екен? Не болушы еді? Солдаттың мүлкі. Тағы бір кітап бар. Кітап? Махаббат жайлы кітап шығар. Соғыста бұл баяндар махаббатқа құрым қалады ғой. Сенесің, сүйгеннен жырақта елі қорғап жүрген адамның махаббаты оның 20 есе күшті келеді. Дәл осының ішінен махаббат туралы кітап шықпаса бар ғой, мұрнымды кесіп берейін. Маған Қанипа қаралған жерден қанамай қоймайды. Өзіңіз көрсетіңізші, ол не кітап еді? Қыздар, мынау ақын романы ғой. 3 күндік жолдың соңғы күніне шәкірт бала барын салды. Сол Мұхит Әуеновтің романы, қыздар, қараңдаршы. Барлығы шығыпты ғой. Неше адамның қолынан өтті екен, а? Менімен бірге болған майданда әр қазақ оқыр. 4 жыл осы дорба ішінде жүрді. Жарайды ағай. Алыңыз. Алыңыз. Жарайды ағай. Алыңыз. Мені қай жеңді? Бердім сізді.
өтіп бер ма қалай? Қарағым, қайдан келдің? Жолдас командасы, жүріс атқыштар бригадасы, аға сержант командирі, Ербол, есер! Сен мені командашы дедің бе? Мен қайдан сардар болайын? Мен түгелі, менің отбасымнан да ешкім соғысқа бара алмады. Бұл өзі маған қиындау дұрыс. Ал Ербол, сен соғыстан ешкім болмады. 4 жыл болды ма? 4 жыл. Бастан аяқ қатысыпсың ғой. Соғыс жағдайын білмейсің. Әркім-әркімнен сұрап жүрген болмаса. Өзі қалай? Бұлай өзі соғыста кітап оқуға мұрша бола ма? Болады. Аздап. Сонда сен бұраған оқтың астында отырып кітап оқыдың ба? Оқыдым. Толас сәттер. Қандай кітаптар оқыдың? Шекспирдің корольдерін, Шиллердің зұлымдық пен махаббатын, Гетенің жас ерттерін, Александр Бектің Бадықаламсың тас жолын оқыдым. Өзі көп кітап оқытсапсың ғой. Мен солдаттардың соғыста кітап оқуға мұршасы болмай ма деп жүрсем. Мұхитаға, бұл пәле солдат болып шықты ғой. Сіздің ақын романыңызды оқып алыпты. Сыртын дал-дұл етіп алып келіпті. Әсіресе Тоғжанды айтқанда аузының суы құрайды. Не дейді мына зәк? Рас па Ербол жат? Биллахи, бір өтірік жоқ. Сіздің романыңыз, біздің күндік нанымыз. Арқы патронымызбен бірге арқамыздан сап қапшылда жүрдік. Окоптадан, жорықта да қойдық. Ол кітаптың көп көмек болды. Қандай көмек болды? Қай қаһармандар көп көмек берді? Абай мен Тоғжанның махаббаттары. Тоғжан бірнеше санитардан қызмет тапқан. Ал Абай генералда болды. Арқа сүйедік. Ербол осының шын ба? Шын мықты. Тоғжан бәрімізге сүйген жарымыз әсер етті. Жігер, қайда? Жасыма ғой еді. Ал сол кітабың қайда? Өзіңде ме? Өзіңде. Өзінен дәрі шығады. Ескендерші, қыздар. Рас, мүмкіндір ескеші. Сен маған аға жетпес ғажап дүние сұлы ойын. Өзім соғыста болмасам да, бұл кітап бір перзентім болып соғысқа қатысыпты. Сол перзентті аман сау әкеп, әкесінен табыстады ғой. Соғыс деген өрт болса, сол өртте жанбай шыққан бұл кітаптың жаңа бір бағасын және танытты сенен еді. Рахмет қарағым. Баласын қарсы алған әкедей толықтым. Кешіріңдер. Ағай, бұл пәле солдаттан бар ғой, қалай ойнап шығатын сияқты. Тымыраева, кіріп барады ме? Мұхит ағай! Мұхит ағай! Кешіріңіз. Сар кешір қап. Семейден келген бір қыз. Кім еді ақ? Задам еді, Танам еді. Я, сол қыз. Ербол іздеп жүр. Тауып бер деген соң, жерлесім дейді. Іздеп жүріп қалғаным. Батырдық емес, затында жомарт болды. Көмектесу әрине жақсыз, жомартты. Ал сабаққа уақыт келмей, шәкіріңіз. Отыр, кешіріңіз. Ербол, осы сен семейліксің. Я мықты. Ой, екеуміз жерлес болып шықтық қой. Сен сабаққа сұрмаған жол. Жақсы ма Ербол? Жақсы. Жүріңдер балалар. Ербол, аға жолы құды ұмытпа. Жақсы мықтаға.
Ербол аға. Ербол. Мен өмір бақи. Тап сендей ақылды да көрікті. Ізетті де мейірімді ұруға жолықсам деп армандайтын едім. Соғыста жүрсем де қиял дариясына шомып, өзің секілді керемет қазақ қызы жолықса деп өзегім өртенетін. Сол ару өзің емеспісің? Ағатай, қыздың жолы жіңішке ғой. Дегенмен, мен де осындай тәтті шақты арманда, бақыт құшағында жүзсем дейтінмін. Тағдыр маңдайыма өр мінезді, суыққа тоңдырмайтын қалқан болар, нар азамат жолықтырса дейтінмін. Бәлкім, сол арманым Ербол аға. Тағанама келмедіңіз бе? Адрес бермедім ғой. Оларға бірақ болай. Көзге көп сенілмей деп. Саған да сөз келіп жүргенін кешір. Онда рахмет ағай. Мен асық едім. Кейінірек жолықса қайтеді. Кішкене тартыршы. Ана жолын ойландың ба? Соның жауабын айтсаң болды. Ағатай, мен аманатым ба? Бірағың не? Меңтайжан, бірағың не? Әр уақытымды алып бердім ғой мен. Ақтық демі жүрістің сенің атың болды ғой Меңтайжан, бірағың не? Ағатай, Бірағың не? онда ертең жолайық. Дәл осы жерде. Сонда жауап берейін, ағатай. Ертең? Дәл осы жерде. Ертең осы жерде осың ертең. Жақсы ағай. Мен барайын. Жүрсің ертең Меңтайжан. Балағын торғайдай. Сусыма түсерсің. Бағы сөпті. Сортаңдай соғыштарымды. Айқап қал. Әдейді қал. Ана талдың атында тұрма. Көрдің ғой? Қандай сымбат. Қандай ажар. Мақам бөкісте. Ел сіркір. Шырам ғой, шырам. Тұмажан, сен шын сүйеді ғой. Қып-қыз қып кетті алмадай. Сүйеді ғой. Мен дейдудіңді кім сүймесін? Үй жай сұңқырлап тұр. Өзімді қысып қалсам болды. Сол бар аяғының астында. Мен ау деп оралмай ма? Шіркін ағай, мен де сендей болсам. Боласың. Тек алып мен ағыз жайым кемді болайын. Соңызға келдім қызмен қалай жүрген екен. Болашақ. Көз алып. Сонда жаңа сұп-сұлу қызды жәукемдемексің бе? Өзі бұлай ақылды да сияқты. Ақылын айран деп жүрсің бе? Мен оны алайын деп жүргім жоқ бұлай енді. Ниетім қызық көк дегендей бал-шағым зор. Шырыным, сонда неме ара болғыңыз келе ме? Дәл. Ох, дәл. Ара болсам, әр күнгі бір қонсам. Рахат. Жоқ, бүгін бана мен дәл естеді. Болан жүр. Мен бұл жақты көрейді ғой. Бұл жақты қойып қоқы жемейді.
Бейтай, өткен жолғы айтайын деп. Махаббат, соны. Ана сенің махаббат туралы жазғандарыңды оқысақ деген. Ана, сенің махаббат туралы жазғандарды оқысақ деген. Адалдық, ария, махаббат күзетуші. Иә, Махаббат адал болуы шарт. Әйтпесе ол жалған. Сүйген жарға адалдық деген тазалықтың биігі. Оған жету өз қолында. Жан тазалығы, ұят, намыс, міне нағыз махаббат күзетшісі. Ол болмаған жағдайда махаббат жоқ. Тек бірін-бірі сүйген жүрек қана адал махаббатқа ие бола алады. Жалған сүю, құмарлық қана ол махаббаттың тас жауы. осының бәрін өзің жаздыңдар. Иә, анамның айтқандары да бар. Сіздер соғыста жүргенде бізден армандамадық. Батырдың адал жары болуды шын бақыт деп есептедік. О не қайда? Ағай дегеннің бір түрлі кескеніп кететін сияқты. Жасыңыз нешеде? Ренжісеңіз айтпай-ақ қойыңыз. Мен сізге Көрдіңіз бе? Енді мені қартайтып жібердіңіз. сіз деді бе? Жоқ. Сен жайлы. Мен жайлы ойладыңыз ба? Иә, үнемі ойлап жүр. Не дейсіздер? Ойлап қоямын. Шын ба? Жаңа сізге арнап бір өлең шығарып едім. Өлең? Қане оқыңыз. Оқығаннан гөрі ептеп әнге салсам. Ондай өнеріңіз бар еді. Бастаңыз. Ай секілді маңдайдағы қиғаш қас, беттегі мен сайда жатқан қара тас, дем шығарып кеудесіне жұпардай, қорғасындай тоғысыды. Ақ етіне қызыл көрпе басылып, жатыр екен көкірегі ашылып, діріл қақты ұлжыңдаған қос алма, торғындай боп қара шашы туып ақ жұлдызым жанады. Шымтап жаным рахаттанады. Болса кетті әттен дүние-ай сол көрме. Сүйіп құмарым бір қалады. Болса кетті әттен дүние-ай сол көрме. Ғашықма деген Сол жүрек құлын тербеген қызда арман бар ма екен сірә? Еткен жүрегім, не деген бақытты жан еді. ондай періште
кеште бұл жалғанда ол болса да жалғыз қара оған айда күнді емес алмайды. Ол менің құмарым, ол менің түпсіз томырық махаббатым. Иә, махаббат деген осы. Шын махаббат басты айналдырып ақыл естен айырады деген рас екен-ау. Тіпті қасыңызда тұрған мені де байқамай қалдыңыз ғой. Ерболжан байқаңыз, нәзік жүрегіңізді жанып кетпесін. Жүрегі құрғыр, үзілсіз жүре берсін. Тек солардың қасында болса болған. Ақын жігіт, байқа, қызуыма өртеніп, жанып кетерсің. Сол қызу ғой, үнемі мені алға жетелеп, жіпсіз байлап қойған. Ментай. Оқымаймын?
Неге? Өйткені мен ақын емеспін ғой. Сонан соң сен қызықтыратын менің ордендерім, медальдарым жоқ. Ербол жазсын саған өлеңді. Бұл өзі мен тайдан басқан көрмейтін соқырлау ақын деп ойлаймын. Жоқ. Ағай, көрген ақын. Сезім қылын дөп басатын ақын. Ойдың ақыны. Сөзбен сурет салу оңай емес қой. Сөз жүрек сөз тербелістен туған. Мына саған жүрегінде суырып берді ме? Махаббат деп міне осыны айт. Махаббат жайлы әңгімесі қандай қызық. Әр сөзі үлгі болады. Әр сөзде терең мән бар. Шіркін. Өмірде ағай ойлағандай махаббат болса ғой. Махаббат жайлы дейді ғой. Олар махаббат жайлы әңгіменің майын тамызатты. Мына сен балқып балбырағанда аш қасқырдай ат деп тұта салады. Жоқ, ағай ондай емес. Бұл кісі Тана деген қыздың қасында 3 түн бір төсекте жатып қызын тәктігінен қиянат жасамаған. Рас береке? Сонда 3 түн қатар жатып жігер көрсетіп мақтанбас еді. Сен де жігіттейін. Нағыз жігіттік сол. Орынсыз құмарлық, опасыз жау. Адамның өз нәпсісін қиясын бүткенде. Қойыңдаршы, ерлік соғыста болмаш па еді? Кім айтты саған? Күнделікті өмірде де ерлік көп. Мәселен қан майдан болды. Қарағаныз әлгі дейін тананың алдында. Ал тана, мамамнан әлі бір сөзді жармай жүр. Мені көрсе, маманы көргенде тана көз жарқырап қуанып қалады. Қайғысын енді. Сүйген жүрек сенбей жүр ғой. Міне, нағыз адам махаббат жолында осы қыздай болу керек. Тана, менің досым. Сондықтан не сондықтан? Достықтан махаббат туады демеуші ме? Мәселен, мына менімен жайым сияқты ғой. Қойшы сен, осы мені ғана сүт тұрады екенсің. Ода да көзбен ғана. Немене сендер? Меңтай, Майра, мына Ерболдың қызда көңілі жоқ дейсіңдер ме? Болғанда қандай? Ол өтіріктемен қараған болып тұрып, біздің ашық-шашық жеріміздің барлығын аңдып, сілекейіне шаш алып, өз-өзінен әлек болып отырады. Әсіресе қолына сүйгісін Ментай. Шайнамай бар еді. Майра, өзің айтшы ағайдың махаббат жайлы ойларын. Жақсы мен жаман айы жөнде. Адал махаббат туралы жазуларын мен көшіріп алдым. Жақсы әйел мен жаман әйел дейсің бе? Ендеше ағайын ойлана тұрсын. Мен мынау Зайгүл мені тастап кетпей тұрғанда өнерімді көрсетіп алайын. Кәне? Мен сендерге жомарт жыраудың жақсы әйел және жаман әйел деген термесін ордап берейін. Ерек әкеш берді олар. Ал енді бәрі мен тыңдаңдар. Жақсы әйел мынандай болу керек. Ақ құба қатын алсаң бойы сұңғақ, қасыңа шақырғанда келсе зырлап. Дауысы әу дегенде әрең шығып, кеудесі еңкейгенде кетсе бұлғақ. Сипаты жақсы қатын айтса бітпес, мадақтап жаман қатын ерін күтпес. Ұқсатса аз ба көп пе тапқаныңды, кез келсе кедейшілік, ештің етпес әгигагім, әгигагім. Ал енді жаман қатын. Құдай
бетін аулақ болсын Зайгүл. Болмайды пейілі сұлу жаман қатын, білмейді үйретсең де сөздің салтын. Ілмелеп салған жерден көкесінен қылады ұрыс жанжал сөздің артын. Кішкене қуандап боша беттесін десең, адам қағып. Жердегі өсек, таң атқан соң өсек бағып, еріне былшылдайды елді шағып. Қонаққа тамақ бер деп еппен айтсаң, жүреді теріс барып, жыбыр қағып, агигагым, агигагым. Міне, жақсылатым мен жаманлатым. Ал енді қыздар, қайсың қазір менің бетімнен кеп бірінші түсесіңдір? Соған табан астында ода шығарып жүреді. Қайсың бірінші? Ол қыздар, бәрін бірдей кеп сөйлейді. Бәрін бірдей кеп сөйлейді. Сондықтан, жаңа өлең шумақтары бәріңе бірдей ортақ. Ханифа саған да. Мектеп сізге. Майра саған да. О, Зайгүлжан. Саған деген асыл сөз. Сақталып жатыр. Жомарт өзі ойын айтты. Енді Ерболды тыңдайықшы. Тыңдай. Ағайдың жазбасын менде. Ағай, рұқсат бар. Оқымған. Махаббат бар жерде көз жасы қоса жүреді. Махаббаттың досы да бар, жасы да бар. Досы ұят, ар, борыш, қасы ашу, қызғаныш. Махаббат әр үйдің алтын діңгегі. Махаббатта бір-ақ формула бар. Ол тұрақтылық. Ербол. Маман, Ербол. Жалаңаштама. Маманың не? Маманың енді бізге жоқ емес пе енді? Жоқ, сенші. Маман тірі. Сенің досың тірі. Не дейсің? Не дейсің жаным-ау? Қалай? Қайда? Хат келді, тұтқынға түсті. Қазір Орал тауында түрмеде екен. Досым-ау, бар екенсің ғой. Тірі екенсің ғой. Қыздар, менің досым тірі. Менің маманым тірі, қыздар. Қыздар, бағанадан әңгімеге арқау болып жатқан Тана осы қыз. Тана, таныс қой. Ментай. Майра. Ханифа. Зайгүл. Ал енді... Ереке, мен өзім тастам. Әлбесе ағам мені қыздардың атарына қосып жіберді. Жомарт! Қанат жоқ. Тек ақшамыз да жолшыға ерге жалдансам да, жаяу жалпыласам да, жетем маманға. Әбден салынған елдесін ал. Жолға шығып жүрген. Не істесем екен?
Canımı aksırmaydı. Soğuğunu sarmasın. Çok götürmese. Lafı başına tutmasın. Anандай kızdı. Ömrümüz bir vakit çıkar. Şirkin ay kuşsan boy bir. Ya, küt gibi. Yalva. Sizin aytkanдарыңыздын барлығы мұқият ойлап шықты. Әрине, сіз тамаша адамсыз. Ағамның аманатын аяққа тастау мен үшін де қиын. Әруағынан аймай, айран досым-ай. Сол сөзімді аяқ астына тастай алмай жүрген жоқ емеспін бе? Айран досым-ай. Жан, ешті. Алда жат керінен бір құшайыншы. Bunu özü yapmayın. Ағатайым ұяды. Ешті мен. Ошақпай. Оны аштаймын. Ағатай келейді. Менің дәрмен сөзім бар ағатай. Самал жел, оның күлі айтқысы. Бақыт ыстық құшағы, байлық қазына. Дүние деген тек қаша Tağdır saldan tavukunu tasip et. Божам, жалғыз ағам жүзімен соғыста бірге болып, жүз өлімде. Артында жалғыз қарындасын қалдырып, бір қалды, сүйемі, өмірлік шарит деп өсиет хат қалды. Сол хат қой мені жіпсіз байлаған. Cennette. Olası oldu. Yemezsin. Cazına görünmüş. Suyumdaki sözünüze karşı akıttım. Kızlar da sırtımızdan bozaktan şarkılar. Siz
меңтай. Бүгін сүйемдігін сөзін осы жерде айтпақ болып келген меңтай. Солай болайын. Неге меңтай? Сағинам сұрып, сабағым үзіліп қалды, ағатай. Сізге жаны таза тәні салтан қылайын, ағатай. Меңтай. Мен сені сүйем. Естеңсің, меңтай. Тым болмаса тыңдашы осы жерде. Бір тілегім тыңдашы, меңтай. Сен мен үшін болсың. Сен мен үшін университетте ең алғаш көргенімде өзірсің, меңтай. Мен сені ағаларымды құрметтеймін, меңтай. Болмаса, күнде жағайын. Сен болмасаң не дер едім, Ербол? Сен жатақхана қылай. Бөлмеңе бар. Бар. Мен қазір келдім. Иттің бала. Қортып кеттім деп тұрсың ба? Атаңның басы. Меңтай алтын. Алтынға бір болың тигеннен арам болып қалмайды. Иттен жаралған өлісіз ит. Тұра тұр, Тұмажан! Меңтай! Мыналар төрт көзді көргелі жатыр ғой. Жомарт, Зайгүл, Ханипа, Майра да бар. Осы заманның қозы көрпешімен баян сұлуына жалынды сәлем! Қалдарың қалай? Қандай жақсы. Емін-еркін келіп, емін-еркін ойнап күлетін осындай қонақ жайы үй болғанға. Онда өзіңде күйеу бейтін. Сенің де осындай құшыраң болады. Алдымен сен де. Кейін кезде мына Жомарт екеуің бірге жүрсіңдер ғой, кейін алдыға. Келмейші, қағыспаңдар жерді. Келіңдер, жайғасындар, төрлетіңдер. Майра, менің апам ғой. Апам менің, апам. Апам менің. Алмайым. Вино? Сендік бар. Ал мендікше кедейден қалам деп қорқып отырсың ба? Маған да қой. Сонда не? Бар деймін оны қыздаршы. Біз не сонда олардың ерінің жатаймыз ба? Сұмырымыз. Мені виномды сен. Сен не бұлышпен қой. Аса ол қалады дегенің ғой. Менің шарабымда, шербетімде. Міне қыздар,
Береке. Sen onu күнде ішесің. Күнде мас болып қаласың ба я? Тауып айттың жомарт, солай. Күнде ішіп мас болам дегенге байсам екен десең, жай қызыл қайраттың мен осы ғой. Баққалықта қыпша мен қыз секілді екен. Мынауың басқа шапты. Ән салғым келіп, құрғаным қарашы. Қызыл көрпені бастасам қалай? Зилау, ертең емтихан емес пе? Қазір жиналып қайтамыз. Отырмақсың ба? Аузымнан қақтың қой мені. Ертең құлап қалатын шығармын. Sen, Ханипа, құлап қалатын болсаң, мен маған ұрдымды кесіп берейін. Мұрныңды да басқа жеріңден кеспе. Жасаған жас болады маған. Саған жасаған емес. Сенің ағайын жар болады. Ой, қара құрт, көміртімей, тыныш тұршы ей. Ой бермей, өн бергенге қуанамын. Табиғат әділ ғой. Әділ. Бірін берсе бірі жоқ. Ханипа екеумізге ойдың керегі не? Жоқ, мен қайтпаймын. Мен бұл жерден бір ән соңына қайтпаймын. Жақында шілдехана бар дегендей. Маған репетиция керек. Сенің дауысың күнде естілеміз. Одан да Ербол ән салсыншы. Көп болды қызыл көрпені тыңдамаған. Тыңдайықшы. Ой, қызыл көрпеден басқа ән құрып қалып па? Айтпайсыңдар ма анау әлгі Сәулем айды? Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы сәулемсің, жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң тәулемсің. Саған, Сәулем айды, келгіз ағайын айтып берсеші. Мен қызыл көрпені қалаптым. Айтсын, Ербол айтсын. Осыдан бір жыл бұрын Меңтай екеуміз қосылғаннан кейін Меңтай еліне барып қайтты. Небәрі бір-ақ апта болды. Сонда сағыныштар жазған ән бар. Соны айтып берейін. Bir жұмаға ән, bir жылға бастан, бақытсыз сен Меңтай. Үйде! Өр! Үйде! Сәулесі аспандағы ай мен күннің Меңтайдың ақ жүзін өпкім келмеймін Меңтайдың ақ жүзін өпкім келмеймін Мен бұл өлең жазып ала қойшы. Мен уже жылап отырмын. Тамаша! Сәл ойнақылау жасасың? Ойнақылау? Иә. Сонда қалай? Күн шығыпты,
жаным-ау. Зайгүл, сүйттім-ау. Болашақ байым болған соң, аузыңды ғана емес. Тағы бір жерімді бағып отырам ғой мен. Жомарт, жүгір жерден жердіңге, Жомарт! Болсаңшы, Жомарт, жүгір! Менің тайымды сақтай көр Алла. Сақтай көрші Алла. Сақтай көрші Алла.
сен алысқа кетсең де аяқ жетіп көз көрмес махаббатым өзіме мәңгі бақи өзгермес. Менің азал жүрегім осылай дейді. Мен өлмес рух барына сенем. Меңтай, сенің енді маған мәңгілік жете алмай, бір ауыз тіл қата алмай. Тек рух бейнесінде қарап тұрғандай сезінем, жанымда тұрғандайсың. Өсиетін айтып, отырған сияқты болып елестеп кетесің. Ақ дидарыңды, нұрлы көзіңді, сағынып, алдымда жатқан суретіңе қарайын. Сенсің Меңтай, менің мәңгілік таусылмас махаббат жырым.